الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Құрметті ақсақалдар, ағалар, бауырлар, жамағат, ең әуелі бүкіл әлемнің жаратушысы, жалғыз иеміз, рахымды болған, мейірімді болған, кешірімді болған Аллах Тағала мақтаулар мадақтар болсын. Және де адамзаттың асыл тәжі тек қана біз жақсылыққа қарай, мейірімділікке қарай, адалдыққа қарай сүйрейтін, сондай жақсы жолға қарай бастайтын соңғы пайғамбарымыз Мұхаммедке Алланың игілігі мен сәлемі болсын. Алладан ақыреттен үміті бар, жұмаға қадам басып келе жатқан сіз сияқты, біз сияқты пенделерін Аллах Тағала өз кешіріміне, мейіріміне, жақсылығынан білесін. Жұма қабыл болсын. Құдай қаласа, пайғамбар алейхиссалату вассалам сүйіншілік көрсеткендей, кімде-кім намазға дәрет алатын болса, әрбір алған дәретінен аққан суынан күнәлар төгіледі дейді. Мешітке қарай қадам басып келетін әрбір қадамын Аллах Тағала күнәларын кешіріп, дәрежелерін жоғарылатады дейді. Лайым күнәлары кешірілген, дәрежелері жоғарылаған қайырлы құлдардың қатарына сіз бен біз Алла қоссын. Пайғамбар алейхиссалату вассаламның үнемі сұрайтын дұғасы: «Я Раббым Алла, біздерге ақиқатты ақиқат ретінде көрсетіп, сонымен жүруді нәсіп қыл». Маңызды бұл. «Я Раббым Алла, ақиқатты ақиқат ретінде көрсетіп, бос нәрсе, болмайтын, дүние ақиретімізге пайдасы жоқ нәрселерді сезіп, соны тастап, қайта жақсы ақиқат болған нәрселерге қарай қадам басуды Аллах Тағала нәсіп етсін иншалла». Бүгін жұманың тақырыбы тазалық иманның жартысы. Біз тазалық деген кезде жамағат өзі үш нәрсе қозғалып кетеді жалпы. Тазалық ең біріншіден, тазалық деген кезде байқасаңыздар, біздің ойымыз, дәретіміз, тырнағымыз, басқа нәрселер бірінші еске түседі. Бірақ негізгі тазалық жамағат ислам дінімізде жан тазалығы. Жан тазалығы бірінші кезекте тұрады. Бірінші жанымыз, арымыз, иманымыз бірінші орында тұрады. Байқасаңыздар, бабаларымыздың кез келген сөзіне қарайтын болсақ, сол үнемі айтып жүрген сол анау: малым жанымның, жаным арымның садақасы. Бұдан үлкен сөз жоқ деп ойлаймын. Жамағат, бұның өте маңызды екенін біздерге бабаларымыз келтіріп кетті. Сондықтан бірінші бізде жан тазалық тұрады. Егер де адамның жаны, жүрегі, рухы биік, таза болатын болса, ол өзінің дене тазалығына да, үшінші қоғамның, қоршаған ортаның тазалығына да мән беретін болады. Кімнің жаны таза, кім Алласымен, пайғамбарымен, діні исламмен, соның бұйрықтарымен, оның сауап күнә екенін жүрегімен сезінетін болса, онда мына сыртта болсын, өзінің бойында болсын, ондай жамандыққа немесе көшені шашып кетуге, немесе біреуге зиян тигізуге ешқашан ондай нәрселерге бармайды жамағат. Соның бір дәлелі Аллах Тағала Бақара сүресі 222 аятында: «Аузу биллахи минаш шайтанир раджим, бисмиллахир рахманир рахим. Инналлаха юхиббут тауабина ва юхиббул мутатаххирин». Садақаллаху азим. Шындығында Аллах Тағала тәубе етушілерді жақсы көреді. Ең бірінші тәубе. Тәубе деген, білесіздер, адам байқамай, білмей бір күнәларды істеп қойған болса, бірден Раббым кешіре көр. Сонда бірінші аятта байқасаңыздар, жан тазалығы. Екінші барып, және де үнемі
тазаланушыларды не істейді дейді, жақсы көреді дейді. Байқасаңыздар, сондықтан біздің егерде жамағат сөзіміз, ісіміз дұрыс болу үшін, жан тазалығы дұрыс болса, соның көрінісі тілімізден, қолымыздан, ісімізден көрініп тұрады екен. Жемісі сол екен. Жемісі сол екен, көрініп тұрады екен. Сондықтан жамағат пайғамбар алейхиссалату вассалам инналлаха, шындығында Алла ла янзуру иля суарикум ва ла иля амваликум. Шындығында Аллах тағала сендердің келбеттеріңе қарамайды дейді. Шындығында Аллах тағала сендердің дүниелеріңе қарамайды дейді. Назар аудармайды дейді. Валякин, шындығында Алла неге қарайды дейді? Сендердің жүректеріңе, амалдарыңа қарайды дейді. Жүректеріңе және де амалдарыңа қарайды деп айтады. Сондықтан бірінші біздің ислам дінімізде жамағат жан тазалығы бірінші кезеңде тұрады екен. Иман бірінші, исламымыз, одан кейін барып дүниеміз ары қарай өз сатысымен істей береді, кете береді. Соны білген Шәкәріп Құдайберді атамыздың өте бір тамаша сөзі бар. Алла кімге иман нәсіп қылса, оған бермеген нәрсесі қалмапты дейді Алла. Иман, жан тазалығы. Кімге Алла иманды нәсіп қылса, оған бермеген нәрсесі қалмапты дейді. Ал егер Алла кімге иманды нәсіп қылмаса, оған еш нәрсе бермейді. Сондықтан жамағат, бірінші біз мұсылмандардың ең қатты мән беретін жан тазалық. Кез келген қоғамдағы болып жатқан дүниелердің көпшілігі иманның, мұсылмандығымыздың, дініміздің екінші сатыға түсіп қалып жатқандықтан көп нәрселерден біз не істей алмай қалдық, тыйыла алмай қалдық. Сондықтан бірінші жүрек тазалығы, жан тазалығына жамағат мән берейік. Сондықтан Аллах тағала Құран кәрімде Астағфиру билlah, ала bizikrillahi татмаинул қулуб, біліп қойыңдар, жүректер тек қана Алланы ойлап қана рахат табады. Бірінші жүректің тыныштығы. Кез келген адам жүрегім таза деп айта алу үшін Алламен байланысында қарасын. Тек қана сөз болып қалып кетпесін дейді. Ана Абай атамыздың сөзі бар ғой, өлең білесіздер ғой. Алла деген сөз жеңіл, Аллаға ауыз қол емес, ынталы жүрек шын көңіл, басқасы хаққа жол емес дейді. Тек қана Алла, Алла деп құтылып кете алмаймыз, егер де соны амалымызбен көрсетпесек. Соны пайғамбар алейхиссалату вассалам хадисінде әдемі жеткізді. Жамағат не деді? Аллах тағала суреттеріңе, ойларыңа қандай екен, күші көп па емес, және де нелеріңе, мал дүниелеріңе қарап бағаламайды. Алла тек қана жүректеріңе, амалдарыңа қарап не істейді, бағалайды, яғни соған қарайды. Сол арқылы мұсылманның деңгейі бағаланады жамағат. Сол арқылы. Сондықтан біз жүрегімізді таза ұстаудың ең үлкен белгілерінің бірі Алланың нығметтерін, бізге беріп жатқан жақсылықтарын көп еске алатын болсақ, Алланың бұйрықтарын біздерге орындау не болады? Жеңіл болады. Сондықтан біз Алланы үнемі еске алып жүру, мынандай бір мысал береді. Балыққа су қандай қажет болатын болса, балыққа, адамға да Алласын үнемі хикметін, даналығын, жақсылығын еске алып жүру сондай дәрежеде керек. Егер балық судан шығып қалса, өліп қалатын сияқты, адам да Раббысынан, оның бұйрықтарынан, оның біздің үшін бақытымыз үшін түсірген исламынан, пайғамбарынан ұзақтап қалатын болса, ол кезде судан шығып өліп қалған балыққа ұқсап, біздің де жүрегіміз
өте әлсіреп, сондай төменгі дәрежеге түсіп кетеді екенбіз. Сондықтан жамағат соны білген Әл-Фараби бабамыз, білесіздер ғой, өздеріңізге белгілі нәрсе, ең бірінші адамға білім емес, рухани тәрбие керек. Ең бірінші адамға білім емес, рухани тәрбие керек. Өйткені рухани тәрбиесіз берілген білім адамзаттың қаш дұшпаны. Келешекте оның өміріне үлкен ол апат әкеледі дейді жамағат. Сондықтан Құдайға шүкір, біз дүниеміз бен дінімізді жамағат қатар ұстауымыз керекпіз. Сол кезде құс екі қанатымен ұшқан сияқты, біз иманымыз бен дүниемізді, мұсылмандығымыз бен иманымызды бірге ұстайтын болсақ, ол кезде көп дүниелер өзінен өзі не істейді, жамағат жақсылыққа қарай бұрыла береді. Жақсылыққа қарай бұрыла береді. Сондықтан бірінші біз жан тазалығына, Раббымызға, Құранына, пайғамбарымызға, бұйрықтарына қарай. Бірінші саты сол. Екінші барып енді жамағат тәннің тазалығы. Тән тазалығы білесіздер, пайғамбар алейхиссалату вассалам мына 5 нәрсе фитраттан деп айтады, жаратылыстан. Не ол дегенде ең бірінші мынау екі қолтықтың түктері, сосын ұятты жеріміздің түктері, мына тырнағымыз, сосын мұртты басу деген сияқты осындай не істейді жамағат, тазалықтар көңіл. Сыртқы бейнедегі жамағат. Сыртқы бейнедегі не тазалық бұл. Екінші, пайғамбар алейхиссалату вассалам білесіздер, егер де менің үмметіме ауыр болып кетпегенде, мисуак деп айтады, тіс тазалауды міндеттейтін ем дейді. Әр намазда. Пайғамбар алейхиссалату вассалам әр намазда өзі тісін тазалайтын болған. Тазалық міне. Үшінші, байқасаңыздар, біздің әдеп, мұсылмандығымызда тазалыққа мән беретін, пайғамбар алейхиссалату вассалам айтады, сарымсақ жеп мешітке келмеді. Ол да мынау құрметті жамағат, бір жағынан мына жер көпшілік, екінші тазалық. Өзің жеке үйде сарымсақ, пияз, барлық нәрсе жеуге рұқсат, бірақ көпшілік болған жерде не істеме дейді, сарымсақ жеп мешітке келмеді. Дәл сол сияқты мынау қазір жаз келе жатыр, барынша өзімізге, сол үшін біз дінімізде пайғамбар алейхиссалату вассалам жұмаға келе жатқан кезде бір ғұсыл алынып шайынып келу сүннет. Өйткені тазалық біздің дініміздегідей көрсетілген тазалық жоқ. Осындай дініміздің қадір қасиетіне кейбір кездерде не істемей қалып, жете алмай қалып. Егер де жамағат, енді үшінші сатысы айттық, қоршаған ортаның тазалығы деп. Егер де адамның жаны таза болатын болса, онда қоршаған ортада өзінен өзі тазалана береді жамағат. Өйткені пайғамбар алейхиссалату вассалам айтты, мұсылман деген, шынайы мұсылман деген кім деген кезде, шынайы мұсылман деген тілімен, қолымен зиян бермеген адам. Зиян бермеген адам. Басқа бір хадисте пайғамбар алейхиссалату вассалам иманның 70-тен астам бөлігі бар, 70-тен астам өзінің иманның. Біз тек қана Алла деп ойлап қаламыз ғой, оның кете береді жамағат. 70-тен астам иманның дәрежесі бар. Ең үлкен дәрежесі ла иляха иллаллах. Алладан басқа тәңір жоқ. Жүрекпен мойындау. Ең кішкентай дәрежесі адамдарға кедергі беретін жолдағы кез келген, оны тас деп келеді, басқа деп келеді, нәрсені, зиянды нәрсені алып тастау иманның ең кіші дәрежесі дейді. Кіші дәрежесі дейді. Сосын жалғасын айтады, ұят иманның жартысы деп. Жамағат, ойлаңыз, егер де біз осы хадистерді білсек, сыртта, қоғамдық орындарда болсын,
жүрген жерімізде болсын үнемі қолымызбен қайта пайда келтіріп, бір нәрсені алып қалу арқылы Алланың несіне, сүйіспеншілігіне, мейіріміне, жақсылығына жетуге біз ұмтыламыз. Егер де осындай аят хадистерді білмейтін болсақ, міндетті түрде сауап жоқ екен, тек қана эгоистік, өзім-өзімде өмір сүретін болсақ, ол кезде ешқандай нәрсе үміт жоқ. Кез келген ол істе бола ма, баклажка бола ма, бір нәрсенің қабығы бола ма, құрмет жоқ өйткені. Өйткені сіз Алладан, ақыреттен ешқандай үміттенбейміз жаман. Сондықтан әлхамдулилля, біздің дініміз ең бірінші жан тазалығына жаман. Сосын тәніміздің тазалығы. Егер жан тазалығының көрінісі дейді, жүрген жерінде мұсылман адам тілімен де, қолымен де, іс-әрекетімен де кез келген нәрсеге пайдасын тигізіп жүреді екен. Сондықтан әлхамдулилля, жамағат, Құдай қаласа, осындай асылдай біздің бақытымыз үшін түсірілген дініміз бар. Сондықтан жаңағы шәкәрім Құдайберді атамыздың несін қайталағым келіп тұр жамағат. Иманымыз ең бірінші тұру керек жамағат. Сондықтан айтты ғой, кімде-кімге Аллах тағала иман нәсіп қылса, оған берілмеген нәрсе қалмапты дейді. Ал кімде-кімге иман нәсіп болмаса, ешқандай нәрсе берілмепті дейді. Сондықтан Құдай қаласа, шамамызға жанымызды, тәнімізді, қоршаған орталарымызды таза ұстап, мұсылмандарға, адамдарға пайдалы болуды Аллах тағала нәсіп қылсын. Ва ахиру дағуана анил хамдулиллахи раббил аламин.